Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ауызашарға орай, егер сіздер ауызашарға ерекше дәмді, тәтті десерт пісіргіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қарауды кеңес етемін. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын испанский чизкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керек заттар: лимон шырыны. Осы жерде мен қазір 20 диаметрде пісірем, 18-20 диаметрде пісіруге болады, яғни 20-да сәл пәстеу, ал 18-де сәл биіктеу болып піседі. Осы құрамдарды, граммдарын видеоның астында жазып қалдырамын. Осы граммен жасасаңыздар, ол 18-20 диаметрге арналған. Сливки, және де ең бастысы бізде творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшік, қант, және де крахмал керек. Крахмалды біз ұнға алмастырсақ болады, бірақ ол кезде кішкене дәмі басқаша болады. Дәмді болғанын қаласаңыздар, крахмалды қосуға, яғни жүгері крахмалын қосуға тырысыңыздар, және де жұмыртқа керек болады. Жасау үшін ең алдымен творожный сырымызбен қантымызды жақсылап біріктіріп, бір түлкі масса шыққанша араластырып алатын боламыз. Жайлап миксердің төменгі жылдамдығынан бастап араластыратын боламыз. Кішкене қозғап алған соң, яғни мұнда бір кеті масса болып келе жатыр. Осы кезде сәл миксердің жылдамдығын көбейтеміз. Мінекей, ендігі кезекте лимон шырынын қосып, тағы бір рет жақсылап миксерлеп аламыз. Ендігі кезекте крахмалымызды қосамыз. Бұны да жақсылап бір миксерлеп аламыз. Біздің масса өте қой малзым болады, тіпті араластыру қиын. Үлкен миксер болмаса, бірақ қорықпаңыздар, қазір бұл сұйылады. Енді жұмыртқаны бір-бірден қоса отырып, бәрін бірден салып жібермейміз. Бір-бірден қоса отырып, миксерлейтін боламыз. Біздің масса енді осындай сұйық, қою қаймақ тәрізді масса енеді. Ендігі кезекте сливкимізді дәл солай жұмыртқа сияқты аз-аздан қоса отырып миксерлейміз. Бірден қосып жібермейміз, ол шашырап кетеді, және де өзімізге қиын болады. Мінекей, біздің массамыз осындай масса болып шығу керек. Нәтижесінде енді кезекте пісіретін боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз, яғни 5-10 минут бұрын. Пештің қалай қызатына байланысты. Енді мінекей, осылай арнайы пісіретін кольцомызға пергамент төсеміз жақсылап, бүкіл жанына осындай киіп тұру керек, яғни жабысып қалады. Толықтай қоршап, жақсылап пергаментті төсеуіміз керек. Енді құйып, алып пісіретін боламыз. Мінекей, осылай бір келкетіп салып алып, қызып тұрған пешімізде 30 минут, 40 минут көлемінде пешке қарай әртүрлі уақытта піседі. Беті, толық қызарып кеткенше пісіріп аламыз. Мінекей, осындай әдемі болып пісіп шықты. Мұнда күйдені камерада өте қатты көрінеді, қатты күйіп кеткен секілді. Негізі олай емес. Осылай, негізі бетін бұны қызартып, кішкене күйдіріп пісіреді, солай әдемі болады. Енді біз сразу формадан шешіп алмай, суығанша 3-4 сағат бөлме температурасы суытып аламыз.
Және де бізде мына былқылдақ болады, ол толық суығанша тоңазытқышқа салып 1-2 сағат суытып алатын боламыз. Ең алдымен 3-4 сағат бөлме температурасында тұру керек. Мінекей біздің әп-әдемі болып чизкейк дайын болды. Өзі керемет шықты, толықтай суыды. Мен осылай бетін қатырылған черешнямен мен әсемдедім. Сіздер өздеріңіз қалағандай кездеген жеміс-жидекпен, түпкі ұсынғанда шоколадпен де ұсынсаңыздар болады. Тіпті шоколадпен, түрлі орех, фисташковый орехтермен ұсынсаңыз өте керемет болады. Сатылымдағы испандық чизкейктен ешқандай айырмашылығы болмайды. Міндетті түрде жасап, ауыз ашарда отбасыңызды қуантыңыз.